Қазақстан Республикасындағы өрт қауіпсіздігі жөніндегі нормативтік құжаттар тізбесі. Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі нөмірі 188-5 азаматтық қорғау туралы заңы. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы нөмірі 1077 өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы қаулысы. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы нөмірі 758 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы нөмірі 31 өрт қауіпсіздігі және азаматтық қорғаныс саласындағы тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары мен тексеру парақтарын бекіту туралы бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 23 маусымдағы нөмірі 439 өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар техникалық регламентін бекіту туралы бұйрығы. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 3 сәуірдегі нөмірі 240 өрт қауіпсіздігі саласында аудит жүргізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығы. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 13 ақпандағы нөмірі 112 өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит жөніндегі қызметті жүзеге асыруға сараптама ұйымдарын аккредиттеу қағидаларын бекіту туралы бұйрығы. Объектідегі өрт қауіпсіздігін меншік иелері, меншік нысанына қарамастан ұйымдардың, кәсіпорындардың басшылары, дара кәсіпкерлер, жеке тұлғалар. Объектіні немесе үй-жайды иеленуге, пайдалануға немесе билік етуге құқығы бар адамдар, бұдан әрі ұйым басшысы қамтамасыз етеді. Ұйым басшылары өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында бұйрықпен жұмыстың жекелеген учаскелерінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамдарды тағайындайды. Ұйым басшысы әрбір объектіге қатысты, жеке тұрғын үйлерді қоспағанда, өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықты бекітеді. Ол, олардың өрт қауіптілігіне сәйкес келетін өртке қарсы режимді қамтиды. Объектілерде Қазақстан Республикасы үкіметінің 2014 жылғы 25 қыркүйектегі нөмірі 1017 қаулысымен бекітілген мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет міндетті түрде құрылатын ұйымдар мен объектілердің тізбесіне сәйкес мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің жұмысы ұйымдастырылады. Объектілерде мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерді ұйымдастыру тәртібі Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы нөмірі 782 бұйрығымен бекітілген. Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің қызметін жүзеге асыру қағидаларына сәйкес айқындалады. Ғимараттардың өртке қарсы қорғаудың техникалық құралдары мен жүйелерінің өрт дабылы жүйесі және өрт сөндіру қондырғылары, түтінге қарсы қорғау, өртке қарсы сумен жабдықтау, өрт кезінде адамдарды эвакуациялау туралы хабардар ету және эвакуацияны басқару жүйелері және қол өрт сөндіргіштері. Тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін ұйым басшысының бұйрығымен өртке қарсы қорғау жүйелерінің үздіксіз пайдаланылуын, өрт сөндірудің бастапқы құралдарын сатып алуды, жөндеуді, сақталуын және әрекетке дайын болуын қамтамасыз ететін лауазымды адам тағайындалады. Сондай-ақ техникалық қызмет көрсетудің және жоспарлы алдын алу жөндеудің уақытылы әрі сапалы жүргізілуі қамтамасыз етіледі. Адамдар жаппай болатын объектіде ұйым басшысы еркін нысанда жасалатын жаттығулар журналына жазба енгізе отырып, жарты жылда кемінде бір рет практикалық жаттығулар өткізуді қамтамасыз етеді. Қауіпсіздік белгілері, соның ішінде эвакуациялау жолдары мен эвакуациялық шығуларды белгілейтін белгілер орналастырылады. Объектіде өртке қарсы режимді қамтамасыз ету үшін қажетті өрт қауіпсіздігі бойынша құжаттар тізбесі. Өртке қарсы қызметті шақыруға арналған телефон нөмірі бар тақтайшалар. Ұйым жұмыскерлерінің өрт қауіпсіздігі талаптарын білуін тексеру хаттамасы. Өрт техникалық минимумнан өткені туралы куәліктер. В санатына жататын үй-жайлардың жарылыс өрт және өрт қауіптілігі бойынша санатын айқындау жөніндегі есептер. Үй-жайлардың жарылыс өрт және өрт қауіптілігі бойынша санаттарын, сондай-ақ аймақ класын белгілеу белгілері. Оттан қорғау өңдеуін жүргізу және оның сапасын тексеру актілері.
Ғимараттардың сыртқы өрт сатылары мен шатыр қоршауларын пайдалану сынақтарынан өткізу актілері. Өрт қауіпсіздігі белгілері, оның ішінде эвакуациялау жолдары мен эвакуациялық шығуларды белгілейтін белгілер. Өртке қарсы су құбыры желілерінің жарамдылығын тексеру актілері. Өртке қарсы сумен жабдықтау схемалары және сорғы станциясы үй жайындағы сорғыларды байлау схемалары. Әрбір сырмада және өрт сорғы көтергішінде қорғалатын үй-жайлар. Өрт шашыратқыштарының түрі мен саны туралы ақпараттық тақтайша. Өртке қарсы қорғау жүйелерін тексеру актілері. Автоматты өрт сигнализациясы, автоматты өрт сөндіру қондырғылары, түтінге қарсы қорғау, сумен жабдықтау, өртке қарсы есіктер және тағы басқа. Өртке қарсы қорғау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету шарты. Объектінің өртке қарсы қорғау қондырғылары мен жүйелеріне арналған орындаушылық құжаттама.